кеш біз эфирден шығып өзіміздің сүйікті дүкенімізге келіп ертеңге образдар алып қайтып бара жатырмық. мәз болып тамақтануға барамыз. Қарын аш, эфирден шыққалы бері әлі ештеңе жеген жоқпыз. Пәтерлісім ғой. Макс мен әр ойланып, бер ойланып, фастфуд жейміз ба деп, сонымен шашлық жеуге келдік. Иісі деген Алматыдағы ең дәмді шашлық осы жерде деп алып келдім. Ой, айтпашы жоқ, оған жетпейді. Ол қаланың шетінде ғой, қаланың ішінде. Дарымыз қалай, қараңыздар, күн қалай түсіп тұр менің бетіме десе, ауа райы өте керемет болып тұр. Біз студияға бара жатырмыз. Біз деген әрине енді сөзсіз Моля бар деген сөз қасында. Біз күн жылығанда қалың киініп аламыз осылай. Көрсетіп қойырсан десе. Утро. Печенье бегает келгенде. Айза, привет. Қайырлы таң. Печенье беріп маған. Кофе ішіп жатқам. Мен уже студиядамын. Барып, кофе алып, ұйқымды ашайын деп, сонымен шешіп отырмын. Боянбасам да әдемі ғой. Прям ғашықпын өзіме. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Студияға келдік. Барлығы кеп қапты. Мына жақта мен де ондай болмайды. Шұғыла қалай саған? Үйреніп жатсың ба? Біз эфирден шықтық. Қазір енді меруерттің жұмысына барып, одан кейін Москваға қарап бір зат алу керек. Бүгін менде бір маза болып отырған жоқ. Сонымен эфирде де сөйлеген жоқпын. Сонымен қазір енді не айтатынымды ұмытып қалдым ба? Сосын қарның бар деп айтпай ақ қойыңыздар, тартуды ұмытып кетіппін десең. Просто менде сондай жағдай болып тұр да қазірде ше. Қыздар түсінеді оны. Ондай кезде қарында ісіп тұрады, білесіздер деп бәрін айтып кеткен ба? Үйтіп жазбаңыздар маған сол үшін. Өзім қорқып кеттім ғой, дәл ондай емес сияқты еді ғой деп. Просто бүйтіп шалқайып тұрып алған ба, сосын дұрыс емес түсіп қалған ғой, просто дұрыс емес. Содан кішкене бетке баса бермейді, түсініңіздер. Қыздар өзі арықтағысы келетін қыздар бар ма? Сондай қыздарды іздеймін, бір-бірімізге мотивация болатын, кәдімгідей давай деп тұратын. Қыздар болса айтыңыздар, WhatsApp'та бір группа ашамыз, сонымен бірге азамыз, бір-бірімізге отчет жібереміз. Сондай қыздар болса, пожалуйста, жазып кетіңіздер. Егер қызықсаңыздар, қызықпасаңыздар, босқа жазудың қажеті жоқ. Өзімнің басқа іздеген заттарын тапқан жоқпын. Енді тамақ ішуге бара жатырмыз.